Ассалаумағалейкум халық, көрермен, төрт ақ подписчигім. Ал әңгіме шұбыртайын, әңгіме дүкен құрайын. Әр елдің аты басқа, салты басқа, аты қарағасқа дейді. Қазақ, бұрынғы қазақтың қазіргі қазақ бөлінді. Бұрын коммунистер болса да қазақтар жаназада әңгіме айтпайтын еді, жиналыс құрмайтын еді. Бірен саран бір ветеран войны, атақты коммунист, солардың несінде сөйлеген шығар. Сол кезде сондай сөздер болғанда үлкен адамдар орыс болып кетті, ненің басында әңгіме айтты деп үйге сондай әңгіме айтып келетін еді. Ал қазір орыс жасалмаған христиан дініндегі нені біздің қазақ көзі алға шығып суырылып садақаны жиналыс қылатын болыпты. Жиналыс қылғанда, жиналыстында жиналыс бір мәселені шешу үшін жиналады. Мұнда қайтқан адамды мадақтай ма, біреулер мадақтайым деп балағаттай ма, түсініксіз. Жас өліп әтсе де шығып алып әңгіме айтады, үлкен қайтса да шығып алып әңгіме айтады. Кейбіреулері далбақтап далаға сөйлейді, білмеймін. Сонсыз дұрыс көресіз ба, теріс көресіз ба? Былай қарасаң ойлап, қазақта бәрі ретімен энциклопедия болып қалыптасып бар зат. Жаңағы сөз сөйлеу, жоқтау бар қазақта. Жоқтағанда біреу тіпті қазақ баяғыда әр адам келгенде сол адамға арнап, құрдасына, үзеңкілес жолдасына арнап сондай адамды кетіп қалды, өйтті деп жоқтап айтқан. Қазір шығып алады да баяғыда боқмұрын бала еді, мұрын боға ағып жүретін еді, лас болып тұратын еді. Бірдеме, мен оны менен құда едім. Білмеймін, сондай сөздер айтылады. Менімше оның бәрі дұрыс емес. Жайлап көз жүгіртіп қарадым дұға деген сөзге. Келетін болсақ, дұға тілек тиеді оған, намазын сұранылады, намазын кешіре көр. Білмеймін енді, мына өмірде бәрін зәткіге айналдырып, енді ана өмірде сөйтіп. Баяғыда қазақ сөзбен шешкен, зәткі емес. Қазір енді зәткімен шешеді. Енді ана дүниеге кеткен адамның солай сөзбен шешіп, тілек айтып, ананың жолын нақ қыламыз дей ма, мен білмеймін. Мен түсінбеймін. Дұға деген сөзге келейік. Дұға күнге сәлем дейді. Күн туарда, күн туғаннан кейін оқылатын зат болып есептеледі екен. Мен көрген деректерім бойынша. Азан деген өзі айтып тұр, сөз айтып тұр, қазақтың сөзі екен. Азанда дейді қазақ. Азанда дегенде күн атқанда таңертең дегенге келеді. Сондай сөздердің біз несін, сипатын жоғалтып, қызыл сөзге еріп, орысша айтқанда краснобайство. Әркім өз краснобайлығымен жарысып, иман дейді. Иман деген не десең сұрапсаң біреулерге, дін, сенім дейді, Аллах дейді, бірдеме дейді. Иман деген сөз дәлме-дәл орысқа аударса, совесть бола аударылады. Тағы бір қазақтың бір сөзінде бір нұсқасы бар, ол ұждан. Я ар болады. Арсыз, бессовестный деген келеді. Сол сияқты сөздердің бірінші
қалай мағынасын ба, сипатын ба, соны жоғалтпауымыз керек. Дәстүрді енді бізді тасталқан қылдық. Мына дәстүр тасталқанның болғанын, ол елді жоятындығын айтайын. Орыста атты қазақ дейтін бар. Қазақта, атты қазақ дейтін бар. Оны орыстар казаки дейді. Сол казакидің түп нұсқасын қарасаңдар, бүкіл ат абзелдері бар. Соның бәрі түркі тілдестерден қазақтан алынды десем де болады шығар. Атаман, Есауыл, тағы не? Қошын қазір есіме түсіп жатыр. Түспей жатыр. Соның бәрін оқысаңдар, Хихидонды, тағы бірдемені камчукам дейді, қамшымен сабалады деген сөз жазылғанда. Әкесі барып баласын атыстегал камчукам дейді, қамшы деген сөз. Сол сияқты несін бәрі сөздігі, тұрмыстың нелері бәрі қазақ несіне келеді. Бірақ христиан дін алып, олар қазақтан бөлініп, ұлт емес былай қарағанда. Орыстар оны ұлтқа санамайды. Олар өздерін орыс санамайды. Енді қазір жоғалды ғой, рәжіне дейді оларды қазір. Ал солардың несінен өз келбетін жоғалтуының себебі христиан дінінің өтті де отырықшы халық болып, содан салт дәстүрінен айырылып, сөздіктері қалмаса, қалғанынан бәрін айырылып, олар ұлт ретінде жойылды. Революцияның кезінде олар орыстың мужигінен өздерін жоғары санайды. Оларды орыстар жаратпайды, оларды қазақтар жаратпайды. Екі ортада жексұрын болып қалды. Оның революциядан кейін олардың несін жойды. Бізден бөліп тастау үшін оларда қазақ болды, бізде қазақ болдық. Біздерді қазақ қылды. Кін орнына х қосты. Сөйтіп олар ұлт ретінде бөлініп, я украин емес, я орыс емес, я қазақ емес. Сол промежутокта қалып қойды. Содан келіп, оларды өз промежутогінің түп көрінін жойғаннан кейін, түп қалай тамырын, халықты әр жағында жойып жіберу оңай. Олар жоқ қылып кетті қазір. Ряжынилар бар, киініп алып жүретін. Бірақ я дәстүрін білмейді, я салтын білмейді, я несін білмейді, дегаші форма киіп алып, форма неге киеді олар? Оларды бөлетте христиан дініне өткізіп, жауға қарсы қояды, Россия империясының шетінде. Содан олар өздерін биік санап, жоғары, вольный, бәлен түген. Енді олардың тіпті шыққан тарихын айтатын болсаңдар, енді орыс историк кітапқа кірген. Құлдар қашып, неден? Не болды, Россияда ұмытып қалыптым. Содан қашып келіп, жиналып, қалыптасып, содан халық болып, содан үйтті-бүйтті деген әңгіме шығады. Енді олай болса, сөздік құрамына қарасаңдар, атаман, Есауыл айтып кеттім, есіме түскендері. Соның бәрі қазақтардық. Қазақтікі демей-ақ қойыңшы, ноғайлар айтуы мүмкін, ертең біздікі деп. Қырғыздар, түрік тілдестердікі. Сол сияқты біздің қазақты қазір сондай дәрежеге алып баратыр. Сөздің мағынасын бәрін жоғалтты. Иман некен, батыр деген сөз некен. Батыр деген сөзге келейікші. Батыр деп бірдеме болса, қит етсе, біреу бірдеме айта қалса, бірдеме бір дат айтса, я бір дұрыс сөз айтса, ол батыр дейді. Батыр дегенге келейік. Батыр деген ел үшін, қазақ үшін ерлік жасаған, қолдап, қолбасшы болған, соны ғана батыр дейді қазақ.
әлімжеттік ол кісі жасамаған, батырлық сипатынан айырылып қалған батыр эпоста бар ол. Мен ойлап шығарып отқан жоқпын. Айман-Шолпанда Көтібар батыр бір биге аса құрмет көрсетіп, Көтібарға төрден орын тимей қалып, ана биге тиіседі. Ас беріп атқанда. Кімге екенін ұмытып қалдым мен. Содан әлімжеттік жасап, ана биге күшін көрсетіп, екі қызын тартып алып, сонда мен алдында айтып кеткенмін, қазақтың сипаты, қазақ деген жаңағы вольныйда емес, қазақ әділдікті қалайтын, табиғаттан аспайтын, әлімжеттік жасамайтын, әлсізге қорған болатынды, солай сипаттап келгенде, өтірік айтпайтын, соны ғана қазақ деген. Нағыз қазақ емес, нағыз қазақ домбыра деген сөз содан шыққан. Енді жаңағы Есет Көтібарға келейік. Сондай әлімжеттік жасағандық үшін батырлық сипатынан айырылады. Ол кәдімгі жырда айтылады. Оның жаңағы несін бәрін Айман мен Шолпан қайсы ақылды екенін ұмытып қалып тұрмын қазір. Солар ақылдылығыменен, парасаттылығыменен содан құтылып шығады. Әкесінде абыройын қорғап қалады. Сол сипаттан біз дейтін сәпсем адасып, далаға кетіп баратырық. Дәстүр. Мысалы, неге әйелдер жоқтайды қайтқан адамды? Әйел митке бармайды қайтқан күні. Неге? Әйел дейтін қалай айтады? Творен рождить, творить. Ана творенісі кетіп қалғаннан кейін әйелдер соны жоқтайды. Сосын ресторанда қыз балдарға ақ орамал тартып қойған. Ақ орамалды тартпайды қыз бала. Бір темеден бір темеге секіріп кетіп жатқан шығар. Айтып қалмасам ертең ұмытып кетемін. Қызыл орамал тартпайды. Қызыл орамал келіншектікі, қара орамал тартпайды. Тиви-тей кигізіп қойса қыз балаға болады. Қыз бала сосын шашын екі өрім болып өрмейді, бір өрім болады. Шашын әйел адам шашып жүрмейді. Шаш жиналып тұрады. Әйел адам шашын 3 мезгілде ғана шашады. Жаңағы нетіліп тұрады, қопырап. Есі дұрыс емес кезінде, жуған кезінде, сосын бай өліп, қайғыға батқан кезде. Бізде қазір дәстүрге айналды. Қай банкке барма, қай дүкенге барма, шашын құлпыратып қойып тұрады. Ол тағы бір қазақтың дәстүрінің несі. Сипаттамасы. Так, жазуларын бір рет қарап жіберейін. Нанбасаңдар, ұмытып кеткен заттарым болса, айта жөтелейін. Абай айтқандай өңкей қиқым. Әр адам ойына келген бірдемесін қосып, ештеңе ойлап шығаратын ештеңесі жоқ. Қазақтар бәрі рет-ретімен салынып тұр, рет-ретімен келіп тұр. Біреу келіп пышақты ал дейді, біреу пышақты алма дейді. Пышақ баяғыда тұрған. Оның тұрған себебі де бар шығар. Бір күні оны да айтарым, айта жатарым. Сондай өңкей қиқым көбейіп, әркім ойына келген істеп жатыр. Оны қою керек. Вообще кісі қайтқан жерде әңгіме айту қою керек сияқты менімше. Баяғыда құрдастары, жолдастары сөзім ауыр болмасын, тие берсін деп бір-екі сөз, бір қалжыңын, бір анасының бір сипаттама, бір мінезін көрсетіп айтатын еді. Қазір білмеймін, шығып алады да әркім өтірікті айтады. Бірінші классқа барғанда бүйтіп еді, екінші класста сөйтіп еді, мұрынбоғыны ағып тұратын еді, оны жеңімен сүртетін еді, ол ағасы келіп бүйтетін еді. Сондай нелерді тоқтату керек сияқты. Ал сіздердің ойларыңыз қалай? Мен оны білмеймін.
қаражат арсыңдар. Сосын мынандай сөз бар. 15 минут сөйлеппін. Тағы бір. Арын нанға сатқан деген бірдемелерді айтып жатыр. Жаңағы батыр болмай бірдемені батырлық жасамаған адамдарға. Ар мен нан екі бөлек, екеуінің дәрежесі қатар деуге де болады. Нанға тоймаған аштық көргеніне, бір күн аштық көргеннен қазақ 40 күні ақыл сұрама дейді. Сондықтан нанға ар сатылмайды. Нанға тойып жемегенде ар болмайды. Оның бәрі ана 1000 бала дейтін киноның сипаттарынан шыққан бәлелер. Жетім балдар елдің жағдайын ойлалмайды. 1000-нан біреу я миллионнан біреу тұлпар болып шығып, солардың ішінде болуы мүмкін. Бірақ нанға тоймай жүрген адам ол ертеңгісін я бүгінгісін ойлалмайды. Бүгін бірдеме берсе береді, бермесе деп аш жата қояды. Түсінде нанды көріп. Нан үлкен бе, Құран үлкен бе дейтін сөз бар сосын қазақта. Нан үлкен. Нан үлкен. Нан тәннің несі? Азығы. Тәнің орында болмаса организм. Мысалы, желудық бүкіл нені басқарады? Бас басқарады деп айтады, ми басқарады. Жоқ, желудық басқарады адам несін. Орыста мынандай сөз бар. Путь к мужчине через желудок деп. Асқазан тоймай, ештеңе де болмайды. Сондықтан ондай сөзді қою керек. Ол дейтін тіпті сипаты да жоқ, мағынасы да жоқ, мәнді жоқ сөз. Арын нанға сатты деген. Құран жан азығы. Ол оқып дәрежесін, надандығыңды жойып, үлкендей түсуге жасалған зат. Духовное развитие, орысша айтқанда. Ал осымен тоқтап тамамдадым. Көп сөйлеп кеттім. Көп сөйлесе ешкім тыңдамайды. Ойларыңыз болса жазыңдар, білдіріңдер. Ал сау саламат болыңдар.